Бірақ пока қоймаймыз. Я. Короче, осылай ссылка кіресіздер. Ол жерде мысалы вторая неделя осылай осы апта плюсик басасыз. Ашылады группировка екіге. И содан кейін, допустим, мына жерге тағы қосылады нелер, мысалы новый товарооборот астына оплачен қосылады. Уже мысалы бүгін 500 мың жазсаң, содан қанша оплачен болды, мысалы 300 мың предоплата жазылады и долг с предыдущего месяца қосылады. Тағы екі не қосылады. Примерно былай жастар, мысалы 500 мың мысалы бүгін жасадыңыз ғой анекдотта. Общий бір клиенттің ақшасы деп айтайық, 500 мың жасадыңыз, соны жазасыз. 500 мың жазасыз, екінші кат астына тағы қоссам бұны недоработанный. Соның қаншасын төледі 500 мың жасаған саудаңыз мысалы. Предоплата төлеп қойды, 100 мың төлеп қойды, қалғанын потом после съемки беремін деген сияқты. Соның астына екінші шығады, қазір мен жасайып, оған жазасыз, допустим, 100 мың теңге деп. Одан кейін мысалы өткен аптаның или өткен айдың мысалы бір долгтары бүгін төлеп жатса, соның астына үшіншісіне жазасыз. Мына жерде долг деп жазамын. Долг мына жерге мен қосам қазір оларды. Потом көшіртемін ғой тағы. Соны жазасыз. И сосын мына жерде мысалы бүгін новый лид үшеу келді, допустим, бесеу келді деп жазасыз мысалы. Дожим из базы мысалы бұрынғы кешегі өткен айдағы клиенттеріңізде соны нешеуімен контакт болып соны жазасыз ғой, кассование болған. И сосын количество чек бүгінгі мысалы 500 мыңды сіз неше клиенттен жасадыңыз? Bir клиентке саттыңыз, екі клиентке саттыңыз, соны жазасыз, допустим, bir клиентке сатып жіберді деп жазып қояйық мысалы жерге қазір. Жазған кезде уже астына мына жерге Астына средний чек шықты көрдің ба? Мысалы сіздің бір күндік средний чегіңіз қандай, соны шарт тұрады өзі. Мына жерге, допустим, екі клиент болсаң, уже 500 мың екіге бөлінсе 250 мың болып кетсе средний чек. Средний чек көп болған жақсы ғой, үшін средний чек. Енді қарайсың, бесеуінен біреуін сатсаң, сенің конверсияң 20%. Егер де сен бесеуінен үшеуін сатсаң, сенің үшеуін сатты деші, мысалы бесеуінен. 70% болады уже. 70% бола ма? То есть сен конверсия бәрін білгің келсе, то есть сен қазір бар ғой, сен қазір сен өзінің конверсияңды білмейсің. То есть мысалы қара, егер де сендер профессионал болғарың келсе, сендер өздерінің конверсияңды бәрін білу керексіңдер да. То есть сен мысалы ертең даже бір компанияға собеседованияға баратын болсаңдар, даже ертең менімен жұмыс жасай алмай, сол жақта сенен сұрайды да, отдел продажда жұмыс жасадың, конверсияң қандай дегенде сен конверсияны білмесең, олар уже сразу түсінеді да, что сен ни о чем екеніңді. Да, то есть конверсия, средний чек қандай, то есть сендер уже біліп отырасыңдар да, менде средний чек, короче, 500 мың болды, средний чек 1 миллион болды, конверсияң 60%, конверсияң 70% дегендей. То есть цифрамен сөйлеп үйрену керексіңдер да, чтобы быть профессионалами. Но бірақ та, егер де сендер цифрамен жұмыс жасайтын болсаңдар, вы поймете өздерінің қателіктерін, да, то есть упущенияларында. Сосын анарда көрініп тұрады, ана статистиканы қарайсың ғой, әр менеджердің статистикасы көрініп тұрады. И сол кезде қай менеджердің конверсиясы үлкен, соған прислушиваться еткен жақсы, да. То есть мысалы дейтін, ана адам, как он добился такой конверсии? То есть мынада мынандай болмайды да. Бір адам дейтін ол теке күні кеше бастаған адам, мен баяғыдан жасап жүрмін деген. Кто-то может прийти, ертең бір новичок келеді де, конверсия 50% қылып тастайды. А бұрыннан жүрген адам конверсиясы 10%, 5% болып тұрады. Сол кезде уже дейтін, сен ана адамнан тәкаппарланбай сұрау керексің да, как ты добился 50% конверсия деп. Короче, конверсия астына өзі шығып тұрады, бұларға ештеңе жазбайсыздар, өзі автоматически формула есептейді ғой. Қараймыз ба қаншенді бұл? Сосын мысалы күнделік толтырып отырсыз ғой, мына тек қана цифрлар жазасыздар, тек қана 3-ші, 4-ші деген бар ғой. Мына неде? Өзі толтырасыз. Сендер 4 сағат толтырасыңдар. Мына неделя дейтін ештеңе жазбайсыздар, ол өзі мына понедельник пен воскресеньенің бәрін қосады да, мына жерге итог, бір аптаның итогы көрсетеді. И мысалы толтырып болыңыздар, астына плюс минуспен жауып тастайсыз, второй неделя шығып тұрады өзі осылай. И мысалы келесі уже келесі аптаның бірінші күні келесіздер ғой, кешкісін плюске басасыз, 9-ші күні ашады уже автоматически. Сонда тік толтырасыздар, то үшінші неделя шығып тұрады келесі аптада. И ең соңында мына жерде уже айды шығатын результат месяца. Итогы, мысалы сіз қанша саттыңыз, мына жерде жаңағы қосам ғой қазір, нешеуі оплачен болды, нешеуі не болды, жаңағы өткен айдан долгтар төленді, бір айда сіз неше мысалға новый лид қабылдадыңыз, неше дожим жасадыңыз базадан, и неше клиентке сатылды чек. И мына жерде бір айдың конверсиясы, бір айдың средний чегі шығып тұрады. А мына жерде
выполнение деп тұрады, процент. Ол сіз мысалы, сіздің планыңыз бар ғой, 7 миллионның, мысалы, допустим, мына жерде 5 миллион деп тұратын болса, неше проценті орындалды, планның неше проценті орындалды, соны көріп тұрасыз. И каждый адам өзі сөйтіп, Асима автолыққа бәрін толтырады да, мысалға, total деген бар. Мына жақта Ерлан ағаның полный, мысалы, мынаның барлығы толтырылған бар ғой, Айнагүлден бастап, дилерге дейін толтырғанның барлығы мына totalға шығады. Автоматически өзі. Бұл жерден бәрінің пландарын қосқанда 31 миллион план шығып тұрады. Бұл жерде первый неделя бұған ешкім ештеңе толтырмайды, бұл автоматически шығады, мысалы, каждый күндікі өзі, мысалы, мына жерде қазір көрсек, міне сіздің жаңа толтырғаныңыз шығып тұр уже. Алтыншы үйінге сізге толтырдық қой, Асиманікі бар, сонда вообще шығып тұр осылай өзі автоматически шығады. То есть бұл total ешкім толтырмайды, просто сендер тек өздерің аттарын толтырасыңдар, а total автоматически бәрін магазиннің планы деген сияқты дейді, осы Бескомға берілген план деген сияқты автоматически шығып тұрады. Бұған ешкім ештеңе кірмейді, ол Ерланға қарайтын нәрсе. И сосын мына рейтинг деген бар, бұл тақта сияқты ғой, неде жоғарыдағы. Мына жерде мысалы, айналып сіздің планыңыз, фактыңыз, выполнениеңіз, конверсияңыз көрініп тұрады. Мына жерге оплачен, долгты болсам, и сосын бонусын шығарып бұлар автоматически шығып тұратын нәрсе бар, ашып бүйтіп қойып қойып осы неге каждый көріп отыратын күн сайын деген сияқты. Болды, мына вообще мына жерде бәрі, мына жерде total, дилер бәрінікі көрініп тұрады. енді қараңдар. Общество пен дилерде енді Асима сен өзің толтыра шығарсың. Ана былай істеші, totalға кірші. Адилбек. Ал, Рейтингке кірші, рейтингке. Астына жазып қойшы. Астына. мына жерге ма? Победителю. Не бересің? Тайский массаж деді. Тайский массаж деді. Ойбай, ата алмаймыз ғой, тайскіме еркек болса қалай айтамыз, әйел адам алдындағыдай кіргізіп алып, қочық қазақша да орысша сөйлемей Жоқ, тайкалар істейді. іште кіргізіп өлтіріп тастай деп мама бірінші рет келіп тұрмын ғой мен. Асималар берген, ода да жырғылдырып, алты айдан кейін барсам өлтіріп тастай деп. Короче, бірінші орын алған адамға тайский массаж. Бағана. Иә. Шешеміз ғой. А егер де екінші орын На двоих, на троих. Жоқ, бірінші орын алған адамға тайский массаж. На двоих. Сосын екінші орын алған адам план орындаса тоже. Екі адамға значит. Если екінші орын алған адам план орындаса. Тайский массаж. Победитель. Жазып қой да, просто мен ұмытып кетуім мүмкін айтқан зат. Кім бірінші екі адам план орындайды. Пока тайский массаждан бастаймыз, дальше больше көбейтеміз да. Менеджер көбею керек, содан кейін дальше ертең. Бірінші путевкалерді қосамыз, путевкадан кейін бұйыртса iPhone қосамыз, iPhone'нан кейін машина қосамыз, новый машина, менеджердің саны көбейген кезде. И, соответственно, осы продукт болмайды. Продукты көбейеді, да, менеджер көбейген соң продукт көбейеді, соответственно, то есть полный вообще не болып кетуі мүмкін да, трансформация. Но в конечном итоге соған келеміз. Медленно это есть, быстро, когда делаешь правильные шаги. Сен дұрыстап толтыр ағайын. Болды, записьті сақта. Сосын